Сборная Казахстана по футболу в 2022 году сотворила сенсацию, выиграв свою группу Лиги наций Дивизиона С. В текущем году наши футболисты под руководством Магомеда Адиева продолжили творить чудеса. За 2 тура до конца отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 сборная Казахстана занимает 3-ю строчку группы H и имеет отличные шансы выйти в финальную стадию Евро. Для этого необходимо 17 ноября выиграть дома у Сан-Марино и 20 ноября дать победный бой лидеру группы сборной Словении в Любляне. Пацаны, чуть-чуть осталось. Вот чуть-чуть осталось, пацаны. Весь Казахстан в эти дни будет болеть за своих ребят, рвущихся к тому, чтобы сотворить историю. Ассаламу алейкум, құрметті жанкүйерлер, құрметті Қазақстан ұлттық футбол құрамасының ойыншылары. Сіздерге Словениямен және де Сан-Мариномен алдағы өтіп келе жатқан ойында сәттілік тілегім келеді, жеңіс тілегім келеді. Еліміздің тұғыры мәңгі биік болғай. Алға Қазақстан! Осы ойындарда барлығымыз жиналып, сәттілік тілейік, жеңіс тілеп қояйық. Алға Қазақстан, чуть-чуть осталось. Жігіттер, аз ғана қалды, шыдайық. Бұл маңызды ойындарда сіздерге тек жеңіс тілейміз. Біз сіздердің тұрақты жанкүйерлеріміз. Топқа шығуға аз қалды. Алға Казахстан! Ребята, мы вас верим. Мы знаем, что вы крутые, вы сильные, вы быстрые. Победа будет за вами. Осталось совсем чуть-чуть. Алға Казахстан! Футбол жанкүйер ретінде мен ұлттық құрама командамызға біріншіден алғыс айтамын. Сәтті өнер көрсеткен үшін өте ризамыз. Енді 2 асу қалды. Құдай қаласа сол 2 асудан аман есен өтсек, бізді үлкен жаңалықтар күтіп тұр. Сол тамаша жаңалықтың куәсіздерге болайық. Алға Қазақстан, алға жігіттер. Так что ждем дальнейших успехов. Баршаңызға үлкен рахмет деймін. 17 ноября Казахстан Сан-Марино. 20 ноября Словения Казахстан. Мы вместе.